Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нури Камал, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті қышқыл соусты дайындалатын тауық етін жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Жақсылап жуып, құрғатып, одан соң осындай 4 бұрышты кішкене бөліктерге бөліп турап аламыз. Туралған етті шетке ысырып, енді осы етті маринаттау үшін соус жасайтын боламыз. Ең алдымен ол үшін ұн керек, оның ішіне тұз саламыз, кішкене қопсытқыш және кукуруздің крахмалы салып, құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Одан соң үстіне су қосамыз және соңында жұмыртқаның ақуызын қосып, бір тектес масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусымызды тауықтың үстінен қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Енді тауықтың етін қуыруға кірісеміз. Ол үшін табаға сұйық майды құйып, майды кішкене қыздырып аламыз. Одан соң тауықтың етін осылай біртіндеп салып қуырып бастаймыз. Тауықты қызарғанша және осындай корочкасы пайда болғанға дейін қуырамыз. Одан соң тәтті қышқыл соус жасайтын боламыз. Ол үшін басқа табаға кетчупты саламыз, үстінен қант саламыз және соя соусын салып 2-3 минут қанты ерігенше араластырамыз. Дайын болған соустың үстінен тауықты саламыз. Тауық бүкіл бойына соусты сіңіргенге дейін араластырамыз. Примерно 3-4 минуттай. Тауығымыз дайын болды. Енді дастарханымызға ұсыну үшін тарелкамызға піскен күрішті әдемі етіп салып аламыз. Қасына тауық етін қосамыз, бетіне кішкене кунжут себеміз және әрлендіру мақсатында кішкене көк пиязды жіңішке етіп кесіп, осылай бетіне саламыз. Тамағымыздың түрінен қандай дәмді болып шыққаны көрініп тұр. Былай айтқанда, как в ресторане деп қояйыншы. Егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.